Танымалыңшы жайлы жылда мәлімдеме. Сәлеметсіздер, қымбатты көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғашқы қатарынан білдіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Баянға ренжігенім бар. Қыдырәлі Болманов күтпеген жазба жариялады. Танымал өнер иесі Қыдырәлі Болманов белгілі продюсер Баян Алагөзованы туған күнімен құттықтап жазба арнады. Әншінің айтуынша, Баян Алагөзованы алғаш рет «Махаббат бекеті» фильмінен көрген. Кейін Алматы қаласында бір институтты тамамдаған екен. Баянды алғаш рет «Махаббат аялдамасы» көрген фильмінен кейін көргенмін. Баянға ғашық болған суретші жігітте тілекші болып, ол қиналғанда бірге қиналып, Баян басқа жігітке тұрмысқа шығып кеткен кезде қап неге өйтті екен деп Баянға ренжіңкіреп те қалғанмын. Алматыда оқуға түскенде сол институттан көремін деп ұйықтасам түсіме кірмеген еді. Бір күн аудиторияға кіріп келсем, басқа курс отыр екен. Алдың қатарда отырған Баян бірден көзіме оттай басылды. «Махаббат станциясы» кинодағы Баяннан 100 есе сұлу екен. Сол кезден бастап танимын. Мен үшін әрі әріптес, бір институтта, бірақ әртүрлі факультетте оқысақ та студенттік кезден білетін мен үшін қымбат замандасым. Кезінде киноға бүгінгідей қызығушылық, сұраныс жоқ. Киноға қорқақ сақтап бата алмай, белден кіре алмай тұрған кезіміз. Кино түсіру, клип түсіру емес, күрделі дүние болса да, отандық кино түсіруді қолға алған алғашқылардың бірі, қазақтың қайсар да талантты қыздарының бірі дер едім. Баянның Мөлдір, Ерке, Айгүл, Камшат, Жұлдыз, Ақбота, Нұр, Балжан сынды қазақтың талантты қыздарын сахнаға шығарып, елге танытты. Келген жасың құтты болсын, елге істеген еңбегің елеулі болсын. Алладан ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, отбасыңа бақыт береке тілейміз дейді Қыдырәлі Болманов. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.